Анамның өзі 50-ге толғанда жазған өлеңі. Жалпы, анамның шығармашылығына зер салып қарасам, басты 4 ерекшелікті байқауға болады. Бірінші, халықтың мақал-мәтелдері мен тұрақты сөз тіркестерін жиі әрі орынды қиюластырып қолданатыны. Екінші, туыстық қарым-қатынас пен шежірені жақсы білетіні. Үшінші, басты тақырыбы ел бірлігі, ағайын арасындағы сыйластық. Төртінші, әзіл-қалжыңды орынды қиюластыру. Анам марқұм ауыз әдебиеті мен дәстүрлі жыр, терме, қазіргі айтыс сияқты жанрларды көп тыңдайтын, сүйіп тыңдайтын. Менің қазіргі әдебиетші болуыма бәлкім солда әсер еткен шығар. Тек әдебиетші емес, жер бетіндегі жарық әлеммен қауыштырып, адам деген ардақты атқа ие болуыма, қатарымнан қалмай білім алып еңбек етуіме, адал дос бола білуге, басқада сансыз құндылықтарды бойыма сіңіруіме өзіңнің еңбегің ұшан теңіз. Бір өкінетінім осының бірі үшінде алғысымды айта алмағаным. Көзің тіріде қандай арманың барын сұрап, соны орындауға асықпағаным. Көзің жұмылғанша елің, жерім, тілім, ұлым, қызым деп өткен қайран анам, жатқан жерің жарық болсын.